Қосайық жобасы ортада Ерасыл өзінің аяулымын күтуде, е? Бірден шақырамыз студияға келсеңіз, аяулым. Қош келдіңіз, аяулым. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы. Сізде микрофон бар, е? Иә. Ана микрофон түсіре салыңыз. Кездесу болды дейді. Бір ғана кездесу. Сурет видео бар ма? Бар, я жіберген болатын. Ал көрейік онда. Ерасылдың алғашқы сурет видеосына баға береміз. Күшті, өте мағыналы кездесу болған сияқты. Иә, біз кездестік, аяулым мен аяулым қош келдің. Қош көрдік. Қалың жақсы ма? Жақсы. Әдемі ғой, иә. Біз кездесу болды, иә, бір видео түсіретінде уақыт болған жоқ. Әңгімеміз қызып, бір кездесуіміз бір оттай болды десем болады енді. Иә, эфир бітпей кетіп қалдық қой енді. Эфир бітпей кеттік, одан шығып тамақтандық, одан шығып киноға бардық, одан шығып серуендедік біраз. Енді ұзақ уақыт жүрдік. Одан кейін қоштасып, сөйлесіп, жақсы жағынан кеттік қой енді. Сізге бәрі ұнады? Сізге, Ерасыл? Маған ба? Маған бәрі ұнады, бәрі керемет, қыз өте тәртіпті, өте тәрбиелі қыз. Сондықтан бір кішкене болсын жүрегімнен орын алды деп айтсам болады. Аяулым, ал сіздің жүрегіңізде Е деген әріптің бастапқы жағы қаланып жатыр ма? Иә, примерно. Жалпы кездесу жақсы болды. Енді жаңа Ерасыл айтып кеткендей, андай видеоға түсіретіндей болған жоқ. Толық бір-бірімізге сұрақ қойып, біліп алдық бәрін. Отбасы жайлы білдім, ол мен кім білді. Жалпы мінезін, не ұнайды, не ұнамайды, жалпы толығырақ біліп алдық. Енді бірінші кездесуде сонда да андай қобалжу болады, сонда да ұялып, бірақ сонда да сұрақ қойып, бір-біріміз жайлы примерно біліп алдық. Қызды сыйлай ма екен? Иә. Жақсы сыйлады ма сізді? Күшті. Нұрсұлтан? Жана ханым. Бірден сіз, жарайды? Қош келдіңіз, қайырлы кеш. Бұл унисон ба, жоқ бір шынайы эмоциялар болып жатыр ма, түсінбедім. Бір кездесуде Ерасылсың бір ғашық адамның кейпін танытып отырсың да қазір. Сіздерге сондай көрініп жатқан жоқ па? Бір ғашық. Қыз сізде эмоция шынымен бермейсіз ба? Сіз кірген кезде бір нәрсе ұнамайтындай болды да, сізге сұрақ қойған еді, сіз күле бастадыңыз да. Негізі сізге бір нәрсе ұнамайды ғой? Ұнамайды? Жоқ, ұнамайды емес, менің эмоциям сондай. Берім, иә? Ерасыл, сен соншалықты былайынанша жас бала сияқты, иә, жүрегім дүрсілдеп қалды деп айтатындай, қай жері? Енді жас бала ғой? Зацепила. Жас бала ғой? Жап-жас жігіт толық. Бәші кішкентай баланың күн сияқты. Енді сізден қарағанда жас қой? Жоқ, енді сұрап атырмын да сол, қай жері сонша бүйтіп зацепила? Қай жері дегенде, қалай мынандай қызға зацеппейді деп ойлаймын. Әдемілігі ма? Әдемілігі ғана емес. Мен жаңа айтып кеттім ғой, бұл қыздың маған тәрбиесі ұнады, жігітті сыйлай алатындығы ұнады. Енді егер мүмкін бір кездесуден ғашық болып осы жақта үйленіп атсам, несі айып деймін да? Жоқ, айып еш нәрсе жоқ, керемет тойыңа барамыз ғой. Былай ғой, сен қазір өстіп атсың да, бір кездесуде сен қыздың бүкіл тәрбиесін, тәлім-тәрбиесін қалай біліп қойып атсың сен? Не деген психолог? Ертеңгі күні бұл қыздың сәл мінезі шықса, тура міне болатыр ғой бізде. Бірінші күні керемет болды, екінші күні мынандай екен. Мынандай екен. Сондай нәрсе шықса, сен сол кезде бұл қызға дұрыс емес пікірлер айта бастамайсың ба дегендей ғой. Сен сразу мақтап атсың. Нұрсұлтан аға, мен айта салайыншы. Енді қыз деген бірінші встречадан мінезін көрсетті, бүйтпейді ғой. Конечно, тәрбиелі қыз екен деп айтады. Қыз бірінші кездесу болғандықтан майысып істеп отқан шығар. Және қыздың эмоциясын айтып жатыр ғой. Негізі эмоция бере алмайтын да адамдар болады да. Қанша жерден ішінде бірдеңе болып тұрса да, я вообще эмоция бере алмайтын адам болады. И мен қызды көріп, өзімнің бір мінезімді көрген сияқты болып тұрмын да. Және де Ерасылға келсек, оның сезімі бірден ашылып кеткен жоқ енді. Қыз ұнағандықтан осылай отырған шығар. Кішкене болсын бірдеңе болады ғой, ұшқын, ол сезім деген сөз емес. Ұшқыны даже шымылдық ашылған кезде де болуы мүмкін, иә. Және бір кездесуден кейін болғаны оның
тіпті жақсы емес па сіздерге? Я негізі жақсы ғой. Просто енді бәрібірде Ерасылдың сөйлеген жері білмеймін, бір маған бір жасанды сияқты көрінеді да. Бір жағынан Ерасыл келген кезде де айтқан еді маған еңлік сияқты қыздар ұнайды деген. Мүмкін енді жаңа еңлік өзің айтып отырсың ғой, мен өзімді көргендей көріп отырмын деп. Сол жағынан да бір ұнаған шығар деп ойлап отырмын да. Мүмкін ұқсатты. Мен былай мүлдем ұқсатып отқан жоқпын екеуіңді. Жоқ, мен түрімізді айтып отқан жоқпын. Мінезін айтып жатырмын. Жаңа айттық ғой, эмоциясын көрсете алмайды деп. Мен де Нұрдәулетке келген кезде, біз жұп болған кезде барлығы соқты ғой. Қызда сезім жоқ, эмоция бермейді. Диана ханым айтып кетейінші. Нұрдәулетті еске жайдан жай түсірмеген сияқты еңлік. Бірақ та Диана ханым қазір эмоция беруді үйреніпті. Қазір Нұрдәулет деген еді, сразу микрофон сөйлеп жатқан микрофонында. Айтса кетіп жатқан. Айбат мырза. Жаңадан келіп жатқан мынау қатысушылардың махаббатына сезімнен мен күдікпен қарайтын болдым да. Енді жобаға келіп жаңағы мынау Ерса бауырымыздың істеп кеткені сондай да енді. Енді қарап отырсаң Ерса бауырымыз жанында жүрген мынау бауырым тоже досы ғой енді. Енді бұл жігіттің жаңағы сезіміне мен күдікпен қараймын, Диана ханым. Неге? Өйткені бір күн ішінде ондай бір алайда дүлей махаббат оянып кетеді деген ойда емеспін. Енді сезім мысалы. Бірақ енді ойлаймын, ертең сенде кім кепіл? Болашақта сенде бір тағы да бір сырт жақта өзіңді қызыңды шақырмасқа біреуге мысалы. Сондай бір сезім оянып кетіп, сен ертең бұрынғы қызыңды шақыруға танытпайсың ба болашақта? Ешкім кепіл емес. Мен осы жерде барлығының көзінше айтайын, мен ешқашан үйтіп сырттан бір сөйлескен қызымды, ананы, мынаны ешқашан шақырмаймын. О жағына уайымдамай. Ешқашан деме деген. Уверенмін ғой өзі. Ал жарай, келістік. О, біздің генерал сөйлесін. Жоқ, неге сенбейсің, Айбат, қызықсың сен. Шынымен де кім Ерасылға қыз ұнаған сияқты. Жүрегі өздерің айтқандай қалай дыз еткен сияқты. Менің көзіме солай көрініп жүр. Кешеден бері бала аяғы жерге тимей бақытты болып жүр. Балам бақытты, шынымен де ұнатады, қатты ұнатып қалған. Ал қыз жақтан қыз жақтан сұрағым кеп тұр. Сіз кішкене болса да ұнаттыңыз ба Ерасыл кімді? Ерасылды. Иә. Шымылдық ашылған кезде бір хотя бір фундамент сияқты кішкене бірден пайда болады. Диана ханым, бір минут айтсам бола ма? Айтыңызшы. Барлығына мына жақта пікірлер кетіп жатыр ғой, қыз ұнады ма, ұнамады ма деп. Мен осы жерде дәлелдегім келіп тұр. Мен осы сезон біткенше үйленіп кеткім келіп тұр осы жақта ше. Сондықтан қандай бір кездесу болса да, не болса да, мен ортаға шығып бір ауыз сөзімді айтсам, айолым бола ма сен ортаға? Мен бұл қазір осы жерде қабылданған менің шешімім. Мен сен қандай жауап айтсаң да, мен оған көнемін. Екемізде мен болашақ көремін. Бұл менің өз өмірім, мен ешкімнің сөзіне қарамаймын да, ешкімді көңіліме алмаймын да. Осы жерде сіздерге айтып алайын бірінші. Осы жерде айтылған шешімім, аяулым, саған айтарым. Енді бірінші рет кездестік, бір рет қана кездестік, бірақ мен де сенен бір ұшқынды байқадым. Менен де сен байқадың деп ойлаймын. Сондықтан осы сезон біткенше может бақытты болып кетерміз. Сондықтан қыз бен жігіт ретінде сөйлесіп жалғастырсақ деп ойлаймын. Жұп болуға ұсыныс бір кездесуден кейін. Аяулым. Енді негізі асығыстық болды ғой. Естіп тұр ма даусым? Естіліп тұр. Жалпы енді асығыстық болды негізінде. Но енді бетін қайтарым келмейді, сонда да көрейік деген келеді. Болады? Мәссаған. Қосылайық жобасында жаңа жұп. Ерасыл және аяулым құтты болсын. Қымбатты көрермен, ертең 14:30-да сенбі болса да, демалыс болса да Қосылайық жобасы тікелей эфирде сіздерді күтеді. 14:30-дан 18:30-ға дейін Еуразия бірінші арнасында ертең кездесеміз. Сау болыңыздар, құттықтаймыз.